бас мәзірден пуск, панель управления, просмотр бөлімін ашып, категория деп таңдаймыз. Кейін сети интернет, свойство браузера бөлімін ашып, подключение бөлімін таңдағаннан соң, настройка коммутируемого соединения и виртуальных частных сетей деп аталатын терезеде ешқандай байланыстардың болуын қадағалаймыз. Немесе никогда не использовать коммутируемые подключения бөлімінде белгі тұруы қажет. Кейін настройка сети батырмасын басамыз. Автоматическое определение параметров бөліміне белгі орнатып, басқа бөлімдердегі ешқандай өзгеріс енгізбей, окей батырмасын басамыз. Кейін модемді қосып, браузердің ашылғанын күтеміз. Теле2 веб-интерфейс терезесі ашылады. Терезеден баптамалар бөлімін ашып, мобильді байланыс бөлімінен қосылу тәртіптемесін қолмен деп таңдап, қолдану батырмасын басамыз. Келесі желі баптамалары бөлімінен артықшылықты тәртіптеме жолына тек 3G режимін орнатып, қолдану батырмасын басып растаймыз. Кейін негізгісі бөлімін ашып, қосылу батырмасын басып, ғаламторға қосылуды күтеміз.